Бүгін ауызашарға құрмавы шоколаде жасайын деп шештім. Өте оңай, сізде жасап көріңіз, дәмі керемет шығады. Алдымен ыдысымызға құрмамызды дайындап аламыз. Одан кейін құрмамыздың ішіндегі сүйегінен тазалап аламыз. Құрмамыздың ішіндегі сүйегінен тазалап алғаннан кейін құрмамыздың ішіне салатын жаңғағымызды дайындап аламыз. Жаңғағымызды асықпай құрмамыздың ішіне салып шығамыз. Енді ыдыстарымыздың ішіне шоколадтарымызды бөліп салып аламыз. Мен қара және розовый шоколад қолдандым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша қолдануға болады. Одан кейін құрмамызға ұшы үшкір таяқшаларымызды қадап аламыз. Шоколадымызды су буына ерітіп алып, үстіне ақ шоколад қосып, араластырып, қоңырқай түске ендіріп аламыз. Дайын болған шоколадымыздың үстіне құрмаларымызды асықпай батырып алып шығып, қағаз бетіне орналастырамыз. Шоколадымыз қатты ыстық болып кетпеу керек, орташа температурада болуы қажет. Құрмаларымызды шоколадқа батырып болғаннан кейін бетіне осылай ұсақ дәндерді сеуіп әсемдеуімізге болады. Дәл қара шоколадымызды су буына ерітіп алғандай қылып, розовый шоколадымызды ерітіп алып, құрмаларымызды асықпай жаймендеп батырып алып, қағаз бетіне орналастырамыз. Шоколадтарыңыздың бетіне өз қалауларыңызша әртүрлі нәрселерді сеуіп, немесе шоколадтарды ерітіп, сеуіп шығуға болады. Шоколадтарымыз қатқаннан кейін осындай арнайы қағаз қапшықтарға салып аламыз. Осылай қағаз қапшықтарға салып ұсынсаңыздар әдемі көрінеді. Біздің құрмаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.